Батырлар. 3 ғасыр бұрын қазақтың кең байтақ жеріне Жоңғар хандығының қалың әскері баса көктеп кірді. Көтпеген жерден жасалған шабуылға төтеп беру оңайға соқпады. Жоңғарлар қазақ жерінің көптеген аумағын басып алып, халқын қанаумен бол. Мыңдаған адам соғыста қырылды, тірі қалғаны тұтқынға алынды. 300 ру басшылары жиналып, қазақтың басын бір тудың астына біріктіру керек деген шешім қабылдады. Ел басына күн туғанда, елі мен жерін қорғайтын қайсар мінезді ерлер қазақтың кең сахарасынан шыға бастады. Ерлігі мен қаһармандығын бағалаған халық оларды батырлар деп атады. Қабанбай, сен қашуың керек. Естимісің? Қашып құтылуың керек. Уақыты келгенде сен біздің кегімізді аласың. Тағы да сол сұмдық түсті көрдім. Борышымды өтегенше бұл оқиға өмір бойы маза бермес. Жақын арада мен ағамның кегін қайтарам. Ойынға құмарың қанды ма, Жоңғар? Батыр, сен қазақпың? Мен де қазақтың жауынгерімін. Атым Балтабай. Бұл орманда тығылып жүргеніме бірнеше күн болды. Жоңғарлар біздің жасағымызды қырып салып, әйелдеріміз бен балаларымызды тұтқынға алды. Менің атым Қабанбай. Қожағұлдың ұлымын. Мен жау арасына туған ағам мен туыстарымның кегін қайтару үшін келдім. Сен шалмен әңгімелесіп тұратын уақытым жоқ. Қабанбай, ана төбенің артында жоңғарлардың ордасы орналасқан. Сол жерде олар уақытша тұтқындарды да ұстайды. Оларды құтқаруға көмектесші маған. Ақсақал, кешір, кейін көмектесермін. Қабанбай, көмектесші маған. Тоқтаңдар! Жүріңдер! Бәлем. Өлген жерің осы, Жоңғар. Бүгін есебіміз түгенделеді. Мылтықты түсіріңдер! Қабанбай, тұтқындарды босатшы.
Тұтылған оқтары, от көздет, өшіңдер. Тылдашы, қашу керек, қазір жағылады. Мылтықтарды құтқарыңдар, оңшыл сүрдірек. Септесетін уақыт келді. Gel beri. Балтабай, байқа! Сол затты осылай пайдалану керек. Тылдашы, сіз қауіпсіз жерге кетуіңіз керек. Шыңғырда жарылысқа дайындаңдар. Ертек, оларды өзім жырам. Қабанбай, қажет емес. Қабанбай, болар іс болды. Туыстарың мен ағаңды енді тірілте алмайсың. Олар келмеске кетті. Ал сен қазақ халқының болашағын құтқара аласың. Сен халқыңның қамышын туғансың. Маңдайыңа солай жазылған. Ел басына күн туып, ер етігімен су кешкен заманда, тәуекелін ту етіп Қабанбай батыр халқын құтқаруға аттанды.